13-ші дәріс құнсыздану деген тақырып 56-58 беттер. Бұл бөлімде не түсіну керек бұл бөлімнен? Мысалдар келтірілген, мысалдарды оқып алсаңыздар, әсіресе ауылдағы құрт нан пісірілу арқылы, құрт нанның жасалу арқылы ол қалай, оның бағасы қалай реттеледі деген мысал бар. Мысалмен жақсы түсініп аласыз. Бірақ мынау тәпсірдегі менің ниетім неге көңіл аудару керек соны бір атап өту. Яғни бұл жерде негізгі айтылатын нәрсе құнсыздану деген өнім аз, ақша көп. Ақша деген нәрсе ол былайша айтқанда бізде ол қағаз. Ақшаның рөлін негізі кез келген нәрсе атқара алады. Жаңғақ атқару мүмкін, консерві банкілері, мысалы кейбір түрмелерде «Тайный язык денег» деген кітапта бір түрмеде ақшаның рөлін сол консерві банкілері атқарады дейді. Қызық. Айырбас құралы ғой былайша айтқанда ақша. Енді былайша айтқанда біз ақша арқылы бір ақша айырбас құралы ғой. Яғни бір өнімді ақшаға ауыстырып аламыз, сөйтіп бізде өнім болады, ақшаны ана кісіге береміз, ол кісі ол ақшаны басқа өнімге ауыстырады, сөйтіп айырбас деп береді. Яғни инфляция деген не дегенде? Инфляция деген өнім аз, ақша көп. Ақшаны шексіз баса беруге болады. Яғни ақша өте көп басып тастауға болады принтерден, мысал үшін. Ақшаны өте көп басып тастайсың, бірақ сол ақшаға сатып алуға болатын зат аз болса, ол сәйкесінше ол заттың бағасы қымбат болады. Өйткені ол затты ауыстыру үшін аз ғой ол. Аз нәрсе дефицит болады да көбінесе. Аз болғандықтан оның бағасы жоғары болады. Сұраныс жоғары болған өйткені. Осы идея, яғни инфляция деген сөз экономикада өнім аз, ақша көп деген сөз. Ақша көп басып тастағанда мысал үшін. Яғни осы инфляцияны реттеу деген сөз не деген сөз? Екі-ақ жолы бар. Біріншісі, ақшаны аз басу керек, немесе өнімді көп өндіру керек та. Өнім деген не? Өнім деген, мысалы, қызмет түрі де ол өнім ғой. Мысалы, той ұйымдастыру ол да өнім, ол қызмет, мысалы үшін. Қарапайым. Кітап шығару ол да өнім. Картошка өсіру ол да өнім. Қарбыз өсіру ол да өнім. Курс жасау ол да өнім. Яғни бір өнімді ойлап табу керек, бір өнімді шығару керек, сосын сол өнімді басқа ақшаға ауыстырасында сенің қолыңда ақша пайда болады. Сосын ал өнім ана екінші адамның қолына өтеді. Түсіндіре алдым ба? Яғни инфляция деген сөз өнім аз, ақша көп деген сөз. Яғни бай мемлекеттерде ерекшелік олар көп өнім өндіреді. Кедей мемлекеттер олар өнім өндірмейді, олар тек тұтына береді. Сәйкесінше ойлашы, сен ештеңе шығармайсың, құр ақшаны жұмсайсың да зат ала бересің. Күндердің бір күні сенің қолыңда ақша қалмайды ғой, дұрыс па? Өйткені сен өзің бір нәрсе өндіріп жатқан жоқсың. Мынау бөлімнен енді қарапайым тілмен түсіндірілген, қарапайым инфляция не екенін көп еститін сөз ғой. Жылдық инфляция осындай, анау-мынау деген сияқты. Яғни құнсызданды деген сөз ғой инфляция. Құны түсті деген сөз. Мысалы, біз мынандай сөз естуіміз мүмкін ғой. Жылдық инфляция, азық-түліктік инфляция, мысалы 15% дейікші. 15% деген сөз ол қалай түсінуге болады? Мысалы, қазір картошка, немесе былтыр картошка 100 теңге тұрса килограммы, мысал үшін. Бір жылдық инфляция 15%-ді құрады деген бір жаңалықтан хат келсе, бір хабарлама келсе, яғни сен 15%-ке инфляция құнсызданды деген сөз картошка, яғни сен бұрын 100 теңгеге алатын картошкаңды қазір 115 теңгеге аласың деген сөз. Неге? Неге мысалға оралайық? Өйткені ақша басылған, ақша көп, бірақ картошка аз да. Картошка аз болғандықтан оның бағасы бұрын 100 еді, қазір 115 болды. Құнсызданды деген сөз сол. Яғни инфляция деген нәрсе сондай. Енді қараңыздар, мынау мақсат, бұл жазбаны кітапта келтіру деген мақсат сіздерді бір экономикалық біліммен бір бастарыңызды ауырту емес, бәлкім бұдан бір өмірімізді жеңілдететін, өмірімізді реттейтін бір сабақ алу. Негізі кез келген кітапты солай оқу керек. Мына нәрсені қазір үйренгенде мен өмірім жақсы жаққа өзгере ме, өзгермей ме? Мен өмірім жеңілдей ме, жеңілдемей ме деп оқу керек. Сол кезде біз пайда аламыз да. Мынау енді мына жердегі білім, бұл практикалық білім. Бұл бір айтып беріп, бір 5 алып болды, отыр, жарайсың деген сөз үшін алынатын білім емес. Біз не үшін инфляция деген нәрсені түсініп алуымыз керек? Бұл бізге ақшамызды сақтауға, ақшамызды
бағалауға көмектесетін білім. Мысалы қараңыздар, сіздің шотыңызда ақша тұр дейікші, мысалы миллион теңге салып қойдыңыз да бір шотыңызға. Енді хат келді да, бір хабарлама келді. Қазақстанда инфляцияның деңгейі 20%-ға көтерілді деген сөз. Яғни сіз мынау миллион теңгеңізді жай әшейін миллион теңге түрінде, қағаз түрінде сақтай берсеңіз, келесі жылы, ол миллион теңге болып тұрады шотта, цифры миллион болып тұрады, бірақ құны жағынан ол 20% азайтыңыз миллионнан. Миллионның 20% ол 200 мың теңге, миллион минус 200 мың тең 800 мың. Яғни сіздің миллион теңгеңіз бір жылдан кейін 800 теңгеге құны жағынан сондай болып қалады. Яғни сіз миллион теңгеге алып жүрген затыңызды келесі жылы миллион теңгеге аламай қаласыз. 20% инфляция деген сөз. Яғни инфляцияны бір не деп елестету керек? От сияқты. Сіздің ақшаларыңыз байлығыңыз ақша десек, сол от жалмап жатыр да. Ақшаңыз жеп жатыр. Яғни бұдан шығатын бізде практикалық білім қандай? Ақша жайдан жай жатпау керек. Өйткені ол сізге миллион теңге болып тұра береді ол. Бірақ нарық өзгеріп жатыр, экономика өзгеріп жатыр. Сіз түсінуіңіз керек. Миллион теңгеңіз бір жылдан кейін ол миллион теңге емес құны жағынан. Оның құны түсті. Ол 800 мың теңге сияқты болып қалды күші. Қазір 800 теңгенің күші қандай? Келесі жылы миллион теңгенің күші сондай болып қалады деген сөз да. Яғни түсінікті болды деп ойлаймын. Яғни инфляцияны түсіну осы тұрғыдан бізге пайдалы. Инфляцияның не екенін түсінген адам мына жазбаны бәлкім түсіну үшін 2-3 рет тыңдау керек шығар. Кітап қолдарыңызда болса. Яғни инфляция деген нәрсені түсінген адам ол ақшасын жай сақтап отырмайды. Депозитте басқа да сақтауға тырыспайды. Ол көбейтуді ойлайды ақшаны. Мысалы, мына кітапта бір мысал келтірген, акцияда ақша сақтау деген. Мен шыны керек ол саланың маман емеспін, әлі де ол салада білімге мұқтажбын. Акция деген тақырыпқа келгенде тағы да қозғармыз. Бірақ енді білімді адамдардың, ғалым адамдардың сөзіне сүйенсек, ақшаны сақтаудың ең тиімді жолдарының бірі ол акцияда сақтау дейді да, ұзақ мерзімді акцияда. Бірақ ол үшін енді білім керек. Депозитте сақтау, енді депозитте діни тұрғыдан қарасаң харам, депозитте ақша сақтау, бірақ депозит белгілі бір деңгейде сізді инфляциядан қорғап тұрады да. Мысалы, қазіргі мен білетін банктерде 14-15% да. Яғни қараңыз, мынандай ғой, депозитте 14% береді. Мысалы, миллион теңгені 100 теңгеден алайықшы, 100 теңге жатса депозитте, 100 мың теңге жатыр дейші, 100 мың теңге депозитте жатыр. Бір жылдан кейін ол 114 мың теңгеге айналады. Өйткені процентный ставкасы 14%. Яғни депозитте ақша сақтағаның үшін, арғырай ол енді банк түсінікті, сенің ақшаңды айландырып біреуге кредит береді, басқа істейді. Бірақ сен ақша сақтаудың бір жолы депозит деп ойласаң, онда мынандай нәрсе болады. Қазіргі депозит көлемі 15% болу керек, шамамен енді қателесу мүмкін, бірақ цифрларды статистикалық сайттардан көре аласыздар Қазақстанда. Статс.кз па, Статс.гов па, сондай бір сайт бар. Сөйтіп, елестетіңіз, сіз 100 мың теңге салдыңыз, депозитте бір жыл жатқан 100 мың теңгеңіз бір жылдан кейін 114 мың теңгеге айналды, 14%-пен. Бірақ Қазақстандағы инфляцияның деңгейі, қателеспесем, 20%-та. Яғни, сен ақшаң сақталу үшін 100 мың теңгең бір жылдан кейін 120 мыңға айналса, онда сен ақшаңды сақтадың деген сөз. Бірақ бір жылдан кейін инфляция жеді ғой. Инфляция 20% болса, 20%-ін жеді. Сонда сен 114, 120 болу керек, яғни сенің инфляция болмағанда сенің 100 мың теңгең 120 мың сияқты 120 мыңға айналу керек етті. Бірақ сенің 100 мыңың тұр орнында. Енді депозитпен 114, бірақ инфляция жеп қойды уже, ол 120 болу керек еді, бірақ сенде 114, яғни 6 жетпей тұрды, 6%. Яғни 6% ақшаңды инфляция жеп қойды деген сөз. Мысалды қайтан түсіндірем. Дұрыстап тыңдаңыздар мұқият. Біз ақшамызды сақтағымыз келеді. Инфляция деген түсінік бар. Яғни инфляция 20% деген сөз. Сенің қазіргі 100 мың теңгең бар ғой. 100 мың теңгең
келесі жылы инфляция 20% болса, келесі жылы 80 мың теңгенің күшіне ие болып қалайын деп тұр. Яғни келесі жылы сен қазір 100 мың теңгеге алатын затыңды келесі жылы 120 мың теңгеге аласың деген сөз ғой, былайша айтқанда. Сонда уже минус 20 мың болып тұр сенде. Инфляция ақшаңды жеді деген сөз ғой. Бірақ сен инфляциядан қашу үшін депозитке салып қойдың ақшаны. А депозитте бізде 14% не береді? Вознаграждение дейді, сыйақы. Ақшаны банкте сақтаған үшін банк саған рахмет ретінде 14%, 100 мыңның 14%, 14 мың теңге. Сол кезде 114 мың теңгеге айналады да сенің ақшаң бір жылдан кейін. Сен мәссің, ақшам көбейді деп. Бірақ сен инфляцияны ескермей тұрсың. Инфляция негізі 100 мың теңгең 120 мыңға айналса, сен инфляциядан аман қалдың деген сөз ғой. Бірақ сен 114 мың алдың, бірақ инфляция қалған 6% жеді деген сөз. Әрине, сен депозит ештеңе салмай жастықтың астына тығып қойғаныңда, ол 114 мың емес 100 мың болып қала беретін еді ақшаң. Ол кезде инфляция 20% толық жеп қоятын еді сен ақшаңды. Яғни сенің инфляция сенің 20%-іңді жеп қоятын еді ол кезде. Бірақ бағанадай депозитке сақтау арқылы сен сәл сақтандың да, бірақ 6%-ің жеп тұр да. Енді мен сіздерге қызық айтайын. Акция депозиттен жақсырақ. Әрине білімің болса, онда акция деген ол мысалы акция деген ол 25%-ке жету мүмкін жылдық пайда. 20-дан басып 25. Сонда сен акция арқылы ақшаңды айландыра алсаң, дұрыс басқара алсаң, сенің 100 мың теңгең бір жылдан кейін 125 мың айналады, және ол халал. Өйткені акция жасадың ғой сен. Акция дегенде дұрыс түсіну керек, қор нарығына, фондовый рынок. Соны түсіну керек. Фондовый рынок деген бар, қор нарығына кіресің, сөйтіп акция сатып аласың бағанадай. Apple-дың, басқаның, Google-дың деген сияқты, Казатомпромның кітапта мысал келтіреді. Енді ойлаңыз, инфляция 20%, акция 25% өсім береді да. Сонда сенің инфляция 20% жесе, акция 25% өсім болса, сенде 5% өсім болады да. Сен ақшаңды сақтадың біріншіден, сосын сәл өсім көрдің. Яғни инфляциямен күресетін нәрсе осы. Яғни мен айтам да, акция деген нәрселерді мен ақшамды бір өсіріп алайын, бір букмекерге бір ақша тіккендей ондай мақсат емес. Жай өзімнің ақшамды сақтап қалғым кеп тұр мен. Инфляция деген көрінбейтін жау бар. Осы жазбаны түсініп алыңыздар. Сол кезде инфляция деген көрінбейтін жаудан қорғайтын бір құрал ғана. Әшейін ақшаңды құнсызданудан құтқарудың бір жолы акция деген. Солай түсінген дұрыс. Солай түсінсеңіздер, акцияға деген көзқарас өзгереді. Яғни көбі айтады, пассивный доход, анау-мынау дейді, мен бірақ акцияға олай қарамаймын. Мен акция деген нәрсеге, инвестиция деген нәрсеге жай менің ақшамды сақтап, сәл бағана 5% өсім беріп тұрса болды. Яғни ақшамды сақтаудың құралы деп ойлаймын. Яғни ақшаны сен аласың да, артық ақшаны қайда сақтайсың? Жастықтың астында, депозитте, біреуге бересің, бір қор нарығына акция инвестиция жасайсың. Әрине, қор нарығынан да жоғары не бар? Мысалы, инвестиция ол бизнеске инвестиция салу. Мысалы, сенің әпкең, жездең тандырынан пісіреді дейік, немесе дүкені бар, сен оған ақша беріп, жылына мысалы 30, 40, 50% табыс таба аласың. Бірақ риск те сондай да. Яғни ақша жоғалту риски де сондай. Бірақ мысалы 100 мың теңгең 150 мың теңге болып қайтуы мүмкін да. Инфляция 20%, сонда сен 30% пайдада қаласың. То есть, егер бизнеске салсаң, ол ең күшті инвестиция негізі. Кәдімгі өзіңнің жаныңда болып жүрген бизнестер бар ғой. Ағаңның бизнесі, дүкен. Мысалы, менің жағдайымда мен артық ақшаларымды өзімнің әріптестеріме, өзімнің кітаптарыма салам да. Кітап саласында жүрген соң, кітапқа салам инвестицияны. Бұл жерде де өсім сондай. Бизнес сияқты көп. Акцияға қарағанда өсім көбірек. Бірақ бұл жерде де риск бар. Кітаптар өртеніп кетуі мүмкін, сатылмай қалуы мүмкін, сезон болмай қалуы мүмкін деген сияқты. Рискі жоғары, табысы да жоғары да. Менің қазіргі инвестицияларым, мен қор нарығына инвестиция жасамаймын. Мен осындай өзім айналысып жүрген, өзіме жақын бизнестерге ақша салам да. Сол арқылы мен ақшамды инфляцияны жеуден құтқарам. Инфляцияны жеп қоймайды да қатты.
яғни былай ғой, ақша сақтау керек, бірақ сақтаудың жолдары бар да. Осыны бір түсіндіре кетейін дедім. Сосын мынау неге Казатомпром мысалын келтірдім ғой. Уран, мұнай деген сияқты табиғатта шектеулі ресурстарға соны өндіретін алтынға мысалы инвестиция жасасаң ешқашан ұтылмайсың. Неге? Өйткені ол табиғи ресурстар, және олар шексіз емес. Олар ешқашан, былайша айтқанда, бір ақша сияқты оны баса бере алмайсың. Ол аз да ол зат. Бірақ ақша қайта бері басып жатыр да адамдар. Сондықтан ешқашан ол нәрсе құн не істемейді. Сен егер мысалы уран, Казатомпром уран өндіреді ғой, яғни табиғи ресурстарды өндіретін, адамға қажет ресурстарды өндіретін компанияларға ақша салсаң, олар ұзақ мерзімде әрқашан не болып тұрады, өсіп тұрады бағасы. Өйткені ақша көп, бағанағыдай ресурс шектеулі ғой, ал шектеулі нәрсе ол әрдайым қымбат бола береді. Соны түсіну керек та. Яғни мынау қымбаттап жатыр, анау мынау дейді ғой, ол қымбаттай береді. Оны ешқашан арзандата алмайсың. Бір заттар әрқашан қымбаттай береді. Соған бар ғой, дайын болуымыз керек, мойындауымыз керек. Қымбаттады, ойбай деп айтады да, азық түлік қымбаттады, анау мынау. Иә, ол қымбаттай береді. Неге? Өйткені ақша басылып жатыр ғой. Өнім аз да бізде. Өнім аз болғандықтан аз нәрсе сұранысқа ие ғой, ол қымбат бола береді да. Сол үшін экономикада ақша көп, өнім аз, сол үшін ол қымбаттай береді. Сен қымбаттай береді десең ешқашан өспейсің. Сол үшін біз қымбаттайды деген сөзді бір сөздік қорымыздан алып тастасақ та болады. Бұл бізге кедергі келтіреді негізі. Бұл мойындау керек, бұдан қашып құтыла алмайсың. Қымбаттай береді, қымбаттай береді, қымбаттай береді. Азық түлік, киім бәрі қымбаттай береді. Үй, машина бәрі қымбаттай береді. Сен қымбаттады екен деп тұра берсең, онда сен бағанада инфляцияға жұтылып жүре бересің. Бұл кезде не істеу керек? Сен бағанадай ақшаңды инфляциямен жарысуың керек қой. Инфляцияның көлемін білуің керексің, процентін. Мемлекет айтып жатады. Сол инфляция процентінен көп табыс әкелетін нәрселерді көруің керексің. Ақшаны қайда салсам болады, қалай көбейтсем болады деген сияқты. Яғни сол үшін ұзақ мерзімде осындай нәрселерге инвестиция сатып алған адам, ол акция сатып алған адам ешқашан ұтылмайды да, өйткені бағанадай ресурс аз да. Мысалы, былай істейікші, бір ауылда бір-ақ тамада болса, той жасайтын адамдардың саны көп болса, анау тамаданың құны үлкен болады, жоғары болып кетеді ғой. Мысалы, Тұрсынбек Қабатов айтады да, маған деген сұраныс артып кетті. Сөйтіп мен басында $2000, $3000, $5000 деп айтады, $10,000 дейін айтатын болдым дейді да. Жай айта салам. Неге? Өйткені маған келетін адамдардың санын азайту керек болды, айтса мазамды алып қойды дейді да. Вот осы. Құнсызданды деген сөз осы. Қалай? Өйткені өнім аз, Тұрсынбек деген өнім аз ғой, біреу-ақ қой. Уникальный болып тұр ғой ол. А оған таласып жатқан адамдар көп. Сол үшін оның бағасы қымбат. Енді осы инвестиция деген, осы құнсыздану, инфляция деген нәрсені қарасақ, былай адами бір өлшемдерге алып келсек, онда мынандай болады да, сіз неғұрлым уникальный болсаңыз, өзіңіз жалғыз болған сайын сіздің құныңыз жоғары болады да. Мысалы, бір ауылда, бір мемлекетте бір әдісті сіз ғана білсеңіз, сізге деген сұраныс жоғары болады, сіздің де бағаңыз қымбат болады да. Яғни қызық, мен бір есіме түседі, құнсыздану деген шығады да. Бір нәрсе көп болып кетсе, ол құнсызданып кетеді да. Құнсызданып кетеді. Ақша көп болып кетсе, құнсызданып кетеді, мысалы үшін ше. Сол үшін осы мысалдан түсінетініміз түйін. Бірнеше түйін жасауға болады. Біріншісі, заттар қымбаттай береді. Өнімдер қымбаттай береді. Неге? Өйткені ақша көп басылып жатыр, бірақ өнім оны қуалап жете алмай жатыр да артынан. Сол үшін қымбаттау бола береді, оған дайын болу керек. Бір. Екіншісі, бай адам, кейінгі бір бөлімдерді айтамыз, бай адам ол өнім өндіреді, кедей адам ол тұтынады просто. Яғни сіздің бір өніміңіз болу керек. Бір бизнес немесе бір өнімге ақша салуыңыз керек. Бағанадай ағаңыздың, жеңгеңіздің, бір әпкеңіздің бағанадай тандыр наны бір нәрсесі болса, соларға ақша салу арқылы өнімді көбейту керек та, өндіру керек. Сондай өнім өндірген сайын сен оның маржасы да жоғары болады да, инфляция. Сосын акция деген ол ақшаны көбейту емес, скорее всего, ақшаны сақтаудың жолы. Түсіндіңіздер деп ойлаймын, иә?
бағанағы проценттер. Егер мына аудиодан бір реттен түсініксіз болса, енді барынша қарапайым түсіндіруге тырысып жатырмын, бірақ миы бұған үйренбеген адамдар қиын түсуі мүмкін. Өйткені түсініктің өзі оңай емес. Мына аудионы бір 2-3 рет тыңдасаңыздар жетеді. Яғни осы бір түйін. Екіншісі, қымбаттай береді дедік қой. Яғни сіз қымбат деген сөзді, арзан деген сөзді сөздік қорыңыздан алып тастасаңыз, өміріңізде мынандай өзгерістер болады. Сіз қымбат деп айтсаңыз, бір экономика кінәлі, мемлекет кінәлі, басқа біреулер кінәлі, олар арзандатсын, мен күтем деген сияқты позицияда. Бірақ ол нәрсе мүмкін емес екенін айттық қой. Сіз айтуыңыз керек, иә, менің шамам жетпей жатыр, менің қолымнан әзірге келмейді десеңіз, сіз фокусты өзіңізге бұрасыз да, өзіңізді түзей бастайсыз. Қалай мен инфляцияны жеңем, қалай мен инфляцияны басып озам, қалай мен ақшамды көбейтем деген сияқты ойлар келе бастайды. Яғни қымбат деген нәрсе ол бір жауапкершілік алып тастауда өзіңнен. Біз қымбат деген сөз айтпайық, жай шамам жетпейді деп айтайық. Қазір шамам жетпейді деп айтайық. Сонда әділетті болады. Сол кезде сен өзгеруге бір мотивация болады. Ал егер қымбат анау мынау деп жүре берсең, онда ол айтып отырық қой, қымбаттай береді ол. Біздің жағдайда әсіресе Қазақстанда, өйткені біз өнім өндіретін ел емеспіз да. Біздің өніміміз сол шикізатты сату. Сол. Осындай түйіндер, достар, инфляция, құнсызданудың не екенін түсіндік. Сол үшін бағанадай табиғи ресурс шығаратын, шектеулі ресурс шығаратын Казатомпром сияқты компанияларға неге инвестиция жасау тиімді? Өйткені уран шектеулі ресурс, ақша көп. Уранның бағасы сол үшін әрдайым қымбат бола береді. Өсе береді бағасы. Өсе береді. Осы, достар, енді барынша пайдалы болуға, барынша түсінікті жеткізуге тырыстым. Өте оңай емес тақырып, бірақ мынау кітаптың өзіндегі мысалдардан түсініп алуға болады деп ойлаймын. Қарапайым сөздер, қарапайым мысалдар, ауылдың мысалы бар. Мына аудиомен де кітаптағы нәрселерді барынша ашуға тырыстым. Пайдасы тисін. Сол.